Тыртық. Орталық саябақтамын. Өте шыққан жауынның иісі бар, гүлдер бар, бір керемет кез. Ағаштың саясында отырмын. Үстімде ұзын ақ сұр көйлек. Самал жел етегімді әлсін желпиді. Соның ырғағымен әлде бір әуенді ыңылдай, мен де теңселемін. Дәл бала күнгі әткеншекте отырғандай еркіндік бар бойымда. Кенет жанымда отырған бейтаныс келіншек аяғыңызды ауыртып алғанбысыз деп сұрады. Оң аяғымдағы соңғы екі бәшбайымды айтып отыр екен. Бұл күйік қой. Осыдан 4 жыл бұрын бір кесе ыстық суды байқамай аяғыма төңкеріп алғам деп түсіндіріп жатыр ем. Ойбой деп мені аяп кетті. Әңгімемізді шетте шылым шегіп тұрып естіген екі жігіт те біз жаққа қарап қалыпты. Бұл түк емес қой. 7 жыл ары анализ алу үшін мына балтырыма ота биопсия жасаған осы Алматыда. Соның тыртығы едәуір деп орнымнан тұра кеп, етегімді сәл көтеріп жібердім де балтырымды көрсеттім. Осы кезде жанымыздан балмұздақ жеп өтіп бара жатқан қыздар да тоқтай қап балтырыма үңілді. Сол әсер етті ме, бірақ ол ота мына Сеулде жасалған отадан жеңілдеу дедім де етегімді енді тізеден сәл жоғары көтеріп жіберіп, оларды анализ жасау үшін кескен 2 сантиметрдей ет ойып алды. Бірақ кәрістер мықты ғой, сол отаның ізі аса білінбейді деп қостым тағы. Айналама тағы бір аз адам шоғырланып қалыпты бұл кезде. Тыртықтарымды көріп ойпырмай деп жатыр бәрі. Бір әжей тіпті, шырағым, жап-жас болсаң да бір талай көріп тастапсың ау деп қояды. Міне қызық, бұл өмірде көргенім сол ғана ма? Жоға, апа, мендегі тыртықтың үлкені санда ғой деп сөзімді жалғадым. Бала кезімде өзгелерге Шыңғысхан қылышымен тіліп жіберген деп мақтанушы ем. Негізінде 5 жасында қашадан секірем деп шегеге жырып алғам. Сол жолы еш жыламаппын. Есесіне анам мен ағам қанын тоқтата алмай біраз жылапты. Санымды ашып жіберіп, ең үлкен тыртығымды көрсетіп жатқанда, кісі тіпті қалың болатын, аң-таң барлығы. Ойбой, қаршадайынан деп бастап келе жатыр еді әлгі әжей. Ол ма деп сөзін бөлдім де жиналғандарға артпен бұрыласап. Одан ертеректе 8 айлық кезім екен. Сауатсыз медбике екпені дұрыс салмаған соң, жамбасым іріңдеп тағы ота жасапты. Содан кейін 2 ай отыра алмай қиналыппын деп жатып, етегімді көтеріп қалғанда оянып кеттім. Ятай. Рас қой, кейде өмірден жеген таяғымыз бен тыртықтарымызды, қиындықтарымызды өзгеге зор мақтанышпен айтып жатамыз. Дәл трофей сияқты біз үшін олар. Ләззат аламыз елдің назарын солармен өзімізге бұрғанда. Сенбесеңіз, ерін, ата-ене немесе өмірдің тарлығын айтып зарлана беретін келіншекті тыңдаңызшы. Өзгеден қиянат көрген жандарды бақылаңызшы. Бүге шігесіне дейін жібермей, қалай баяндап жататынына мән беріңізші. Онда да сенбесеңіз, осы дерттен арыла алмай қор болдым. Мендегі ауру бәшбайларымды сырқыратып бастап, балтырымды қақсатып, оған 2 тізе қосылып, омыртқаның бойын бұрап, иықты сірестіріп алып кеп, маңдайымды шағып, жанымды көзіме көрсетеді деп, ауруын әсірелеп суреттейтіндерге назар аударыңызшы. Өз тыртықтарымызды қалай сүйетінімізді сонда көресіз. Қалай аялаймыз біз оларды. Мойындау бірақ қиын оны тағы.